Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі біздің өткелі отырған тақырыбымыз PowerPoint бағдарламасының сыртқы көрінісі, яғни PowerPoint бағдарламасы арқылы қандай презентация жасауға болады және олардың қандай мүмкіндіктері бар деген бағытқа тоқталғым келіп отыр. Енді әрмен қарай осы бағытпен жұмыс жасау үшін сіздер өздеріңіз толықтай компьютерлеріңізді қосып, осы видео арқылы жұмыс жасауға шақырамын. Ендігі PowerPoint арқылы жұмыс жасау өте тиімді. Неге десеңіздер, PowerPoint арқылы біздер бейнероликтерімізді болсын, жасалынатын жұмыстарымыздың барлығын әрлеуге, әзірлеуге, онда дайын суреттерді қойып, айырмашылықтарын көруге мүмкіндік болады. Енді сіздерге мен алдыңғы тақырып бойынша әртүрлі пакет офистің мүмкіндіктерін бір-бірлеп көрсетіп, тоқталып келе жатқан болатынмын. Ендігі біздің кезегіміз PowerPoint бағдарламасымен жұмыс жасаймыз. PowerPoint бағдарламасымен жұмыс жасау үшін алдымен біздер ол пакетті жаңағы офисті ашып алуымыз керек. Ол үшін әрмен қарай Sazite батырмасы арқылы өзіміздің презентациямызды ашып алуымызға болады. Презентация ашқан кезде автоматты түрде сіздердің алдарыңызға PowerPoint-ың қандай бағытта ашылатынын сіздерге көрсетіліп тұр. Презентация Microsoft Office деп тұр, яғни сіздер бұны мысалға Айболат деп, Марат деп өздеріңізше өзгертулеріңіз болады, немесе дәл сол күйінде қалдырып кетулеріңізге болады. Ендігі біздің рабочий столымыздың үстінде дайын презентациямыз анықталды. Көріп тұрсыздар ғой да? Біз әрмен қарай осы офиспен жұмыс жасаймыз, яғни осы бағдарламамен жұмыс жасаймыз. Ол үшін не істейміз? Ол үшін біз тышқан арқылы, шерту арқылы біз өзіміздің PowerPoint-ымызды ашып аламыз, яғни презентациямызды ашып аламыз деген келеді. Яғни, ең бірінші презентацияны ашқан кезде сіздерге дайын сұлба ашылып тұр, яғни. Первый слайдты шерту арқылы сіздер өздеріңіздің дайындайтын презентацияларыңыздың дайын бетшесі ашылды. Яғни бұл бетшеде, бірінші бетшеде заголовок слайды деп тұр, яғни сіз слайдқа жазатын материалдарыңызды болсын, тақырып атаулары болсын, барлығына жазуға мүмкіндік беретін бетшенің негізгі беті болып келеді. Негізгі көбінесе біздер жұмыс жасаған кезде осы заголовок слайдтың ішіне мәтін теруімізге болады. Немесе біз өзіміздің дизайнымызды өзіміз ойластырып табамыз, басқа бағытта жұмыс жасаймыз десек, тышқан арқылы осы заголовок слайдтың шетіне барсақ, мына көріп тұрсыздар ғой да, ол жоғарыға тартылады, төменге түседі деген сияқты бағыт. Осыны клавиатурада backspace клавиатурасы арқылы біз жаңағы басып дұрыстап шертсеміз кетіп қалады. Астында дәл солай өзгертуімізге болады. Көріп тұрсыздар, сонда сол кезде біздің не дайындалды? Біздің алдымызда тап-таза аппақ бетше, жаңағы презентациямыздың бірінші бетшесі ашылды. Енді әрмен қарай біз жұмыс жасаймыз. Сіздерге жоғарыда Word-та болсын, Excel-де болсын, главный, ставка, дизайн, анимация деген сияқты әр бағыттары берілген болатын, яғни сол бағытта жұмыс жасап отырамыз. Енді біздер дизайнға барып тоқталайық. Дизайнға барып тоқталған кезде сіздерге жоғарыда өзінің презентацияның ішіне кіретін нәрсе, презентацияны оформление жасауға өздерінің әртүрлі формаларын береді. Бұны төмен қарай шертсеңіздер, өзіңізге ұнайтын түсті таңдауға болады. Көріп тұрсыздар ғой да? Бару арқылы біздер көк түске, ақ түске, розовый түске, коричневый цветке, серый түске болсын, әртүрлі түсімізді таңдап алуымызға болады. Біздер жаңағы ашық түсті таңдап алайық. Ашық түс негізгі әдемі көрінеді жалпы. Ашық түс таңдап алдық. Бұнда бізге дайын презентацияның бетшесін дайындап берді. Бұл біздің бірінші бетшеміз болып келеді. Енді әрмен қарай тек қана сіздер бір слайдпен, яғни бір презентациямен шектеліп қалмайсыздар. Әрмен қарай жұмыс жасау үшін екінші бетшені, үшінші бетшені дайындау керекпіз. Ол үшін не істейміз? Бірінші слайдтың үстіне барамыз да, Enter бағдарламасы, яғни Enter кнопкасы арқылы, шерту арқылы екіншісін, үшіншісін, төртіншісін деген керегіңізше жаңағы 10, 20, 30-ға дейін апарып көбейтулеріңізге болады. Енді қайтадан біз біріншіге барайық. Бірінші барғаннан кейін сіздер ойлайсыздар ма, сіздердің ашылған презентацияларыңыз дайын ба? Яғни жоқ.
Біз тек қана оның нақты жаңағы дизайнын сыздық, бетшесін аштық, бетшелерін көбейтіп алдық. Енді біз бұған түрлі түсті жазуымызға болады, немесе интернет желісі арқылы картинкаларымызды алуымызға болады. Сол бағытта жұмыс жасап көрейік. Енді ставкиге барайық. Ставкиге барсақ, мұнда жоғарда надпись деген жазу бар. Көріп тұрсыздар ғой да, міне надпись. Бұл надписті таңдайтын болсаңыздар, сіздің тышқанның батырмасының басы, міне, көріп тұрсыздар, мен сіздерге қозғалып көрсетіп тұрмын, сол стрелканың бағытына қарай ауысып кетеді. Яғни осыны біз шерту арқылы өзіміздің бүгінгі тақырыбымыздың атын жазуымызға болады. Мысал ретінде тақырыптың атын біз нағыл деп жазамыз. Так, шрифтімізді ағылшынға ауыстырып алайық та. Так, PowerPoint. Шрифтімізді қазақшаға қойып алайық та. Бағдарламасы. Міне, көрдік қой да, біз дайын өзіміздің жазуымызды жазып қойдық. Яғни бұны біз ар жақ шетке, яғни сол жақ шетіне апаруымызға болады, тарту арқылы оң жақ шетімізге апаруымызға болады, немесе төмен жаққа қарай, немесе сол төменнің сол жағына қарай апаруымызға мүмкіндік береді. Енді қараңдаршы, сіздер мысалға сөздеріңізді тек қана қандай шрифтімен жаздыңыздар. Жоғарыда ол үшін главныйға барасыздар. Шрифттің размері 18. Бұл 18-бен дәл 18 болу керек деген нақты нәрсе жоқ. Сондықтан сіздердің өздеріңіздің керегіңізше оның шрифтін үлкейтулеріңізге болады. Мысалға қасындағы мына главныйда көріп тұрмыз ғой да, мысалы шрифтінің мысалға А үлкен әріппен, сізге жалпақ тілмен түсіндірейін. А үлкен әріпті, мысалы мәтінді теріп алғаннан кейін А үлкен әріпсін басып отырсаңыздар, сіздің шрифттарыңыз автоматты түрде үлкейіп отырады. Яғни 24, 26, 28 деп көбейтіп отыруларыңызға болады. Енді компьютермен жұмыс жасаған кезде біздер көбіне мысалға мына мәтінді тергенде мәтін бізге бір бағытта, яғни қара түсте беріледі. Мысалға сіздер оны түсін өзгертулеріңізге болады. Мысалы қызыл түске, көк түске. Ол үшін қайда барамыз? Ол үшін цвет темы, яғни цвет темы дегеніміз бұл жаңағы теманың айналасын айтамыз, яғни өзгертуге болады деуге болады. Сосын мұнда бар арнайы, так, цвет темы, теманың түсін өзгертеміз. Содан кейін, мысалға, цвет теманы таңдап алғаннан кейін, мысалға, қызыл түске таңдап алдық қой. Содан кейін қайтадан главный бару арқылы, мысалға, А, кішкентай А, яғни бұның өзі как в предложениях деген болады, пропись деген болады. Сіздің, мысалға, мәтінді тергенде бас әріппен, сосын әрмен қарай кішкентай әріппен терген болатсыздар. Жоқ, мен бұл әріптің барлығын SEO прописный қыламын десеңіздер, осыған бассаңыздар, сіздің терілген мәтіндеріңіз толық, жаңағы барлығы бас әріппен жазылып өзгертіледі. Так, келесі. Так, дизайнға барамыз. Дизайннан біз таңдап алдық банада өзіміздің ашық көк түсімізді. Енді бұнда қосымша тағы қандайлар бар екен? Анимация деген бар. Анимация деген не нәрсе? Анимация деген нәрсе, мысалға сіздің бетшелеріңіз біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, сол бетшелер ашылған кезде әртүрлі түсте өзгеріп отыруға арналған. Ол үшін біз біріншісін анимацияны мынандай араның түсіндей қылып таңдап алайық. Да? Сондай қылып таңдап алсақ, міне әдемі болып шығады. Екінші ненің үстіне барамыз, слайдтың үстіне барамыз, дәл сондай анимацияға барамыз да, жоғарыдан төмен бағытын таңдап аламыз. Үшінші слайдқа барамыз да, анимацияға барамыз да, оны оңнан сол жаққа қарай жібереміз. Так, төртіншісіне барамыз да, анимацияға барып, өзіміздің керегімізді төменнен жоғарыға қарай бағытын таңдап алуымызға болады. Енді әрмен қарай, мысалға біздер мұнда PowerPoint бағдарламасының мүмкіндіктер деп ашып қойдық. Біздің нақты жасайтын жұмысымыздың бетшесі аппақ күйде тұр. Енді біз бұны өзгеше қылып әдемі қылу үшін мысалға бір картинка таңдап алайық. Ол үшін қайда барамыз? Интернет желісіне барайық. Өзімізше, жаңағы керегімше картинка деп таңдап алайық. Картинка десеңіздер әртүрлі жүрекше болсын. Мысалға сіз енді өзіңіздің бағытыңызды таңдайсыздар ғой. Мысалға, цветы деп жазайық, гүлдің несін бағытын таңдайық. Бір әдемі гүлді таңдап алайық. Мысалға, роза гүлді алайық та. Бұл роза гүлді біз үстіне шертсек, копировать етіп алуымызға болады, немесе или сохранить как деп. В основном біздер тек қана бір бағытта жұмыс жасайтын болғандықтан копировать картинку деп алып аламыз да, кейін қайтадан өзіміздің презентациямызға барып,
тышқанның оң жағын басу арқылы ставить батырмасын басасыздар да, ставитті қойып қоясыздар. Сол кезде көріп тұрсыздар ғой да, міне сіздердің слайдтарыңыз дайын, жаңағы суреттеріңіз түсті деуімізге болады. Міне әдеміше біздің гүлдеріміз. Яғни кейде болады, мысалға интернет желісі арқылы біздер мысалға гүл алсақ, ол гүл болсын, любой картинканы алған кезде, бұл жаңағы слайдқа келіп салған кезде дәл мынандай болып, нақты болып, кішкентай болып түспейді. Кей кезде үлкен болып түскенде. Үлкен болып түскен кезде, мысалға, ол былай мына, мысалы, осындай болып түсуі мүмкін сіздерге картинкаларыңыз. Сол кезде сіздер қорықпаңыздар, мысалға, бұл картинканың үстінен шерту арқылы, яғни шетінде төрт бұрышында міне, көріп тұрсыздар ғой да, міне, белгіше пайда болады. Сол белгіні біз тарту, жинау, үлкейту арқылы өзіміздің керегімізге. Енді қараңыздар, маған бұл гүл бір бағытына, бір шетіне домалақ күйінде тұрсын деп атайық. Ол үшін жоғарда картинканың үстіне, мына корпуста картинка төртбұрышты күйде тұр, үстіне бассаңыздар, жан-жағынан жаңағы стрелка бағыттары пайда болады. Осы жасыл батырмаға барып біз мышканы оң жаққа, сол жаққа айналдырсақ, біздің картинкамыз өзіміздің керек бағытымызға ауыса береді. Енді мен гүлдің кішкене көлемін өзгертіп алайын, яғни кішкентай қылып бір нақты әдемі картинка болып тұру үшін. Енді бұл картинка көріп тұрсыздар ғой, төртбұрышты болып тұр, яғни біз бұның форматын өзгертуімізге болады. Ол үшін жоғарыда формат деген батырмаға барсақ, формат деген батырманың басына барған кезде, міне өзіңіздің керегіңіз таңдайсыздар. Жоқ, бұл түс ұнамайды маған, басқасын таңдап алайыншы десеңіздер, міне мынандай қылуларыңызға болады, төртбұрышты күйде, шалқайған күйде, еңкейген, домалақ, рамка салған, рамканың қою түрі деген сияқты өзіңіздің әр адамның талғамы әртүрлі ғой. Сол бағытта, мысалға, маған мына бағыт ұнап тұр. Гүл картинкамыз бір бағытта, бір жағына. Так, енді қараңыздар, бұнда тек қана біз картинка тере алмаймыз. Мысалы, картинка де салуға болады, мәтін теруге болады, сонымен қатар жазуға да жазуға болады, яғни, иә? Ол үшін қайттан ставкаға барамыз. Ставкаде арнайы жоғарысында Word Art деген бағдарламасы бар. Қараңыз, көріп тұрсыздар батырмада. Осыны бассаңыздар, сіздерге жаңағы терілетін мәтіннің, теруге арналған мәтіннің әртүрлі дизайнын көрсетеді. Бүгіндікі біздің таңдайтын түсіміз қызыл түс болып кетті деймін да. Жақсы таңдай берейік. Осы қызыл түсті таңдайық. Мысалы, текст надписи деп тұр. Бұны біз өзіміздің алшақтау кішкене алып алайық. Текст надпистің үстінен тергеннен кейін, мысалға, сіз бұл жерге өзіңіздің аты жөндеріңізді терулеріңізге болады. Мысалға, Метегулай Дамир. Мысалға, бұл біздің колледждің бір студенті болсын делік. Бұны біз белгілеу арқылы көріп тұрсыздар ғой, бір презентацияның бетіне сыймай тұр. Яғни не істейміз бұның? Біз бұның көлемін кішірейтуімізге болады, немесе бана айттым ғой, мышка арқылы, яғни тышқан арқылы оңға, солға керек жерімізге апарып қоюымызға болады. Жазудың атауы, адамның атауы үлкен болып тұрған негізгі әдемі болып көрінбейді. Сондықтан біз бұның шрифтісін өзгертіп алайық. Өзгертіп алғанда, мысалға, біз 20-ға апарып қойық та, біздің презентациямыздың шетіне апарып қойдық. Көрдік қой да? Енді әрмен қарай, мысалға, сіздерге айтам мен, мына бірінші жасалынған слайдтарыңыз 2 пустой, мысалы 3-4 әлі жасалынған жоқ та, осы жоқ, бұны біз ең соңғы бетке апарайық дейік. Ол үшін не істейміз? Қалай жасауға болады? Бұны копировать етіп апаруға болады, немесе тышқан арқылы бірінші презентацияның үстіне апарып, соңғы презентацияға тартсақ, міне, бағанағы біздің жасалынған презентациямыз автоматты түрде 4-ші бетке түсті. Енді бағана біздер анимация қойып алдық қой, слайдтарымызды мысалға ашылған кезде әдемі болу үшін. Ол үшін показ слайдов деген бар, мынау біздің жасалған слайдымызды нән үлкен жаңағы бір экранның бетіне көрсету үшін. Ол үшін біздер F5 батырмасын бассақ, біздің яғни жаңа жасалынатын слайдтарымыздың таңдаған анимацияларын көріп тұрсыздар ғой да, міне, қалай жүретін. Бәрі бір бағытта таңдалып кетті ма? F5-ті таңдап аламыз. Келесі. Көріп тұрсыздар ғой да, мысалы, біздің картинкамыз жүргізуші өз бағытында өзгеріп отырады. Енді келесі, бұнда қандай тағы
үлгілері бар. Бұл Word, Excel, Publisher сияқты әртүрлі бұларда ориентация деген бағытта жүреді бұларда. Біздің қазір сақталып отырған слайдымыз ориентация бойынша альбомныйда тұр. Бұны біздер мысалға өзіміздің керегімізше, яғни книжный қылуымызға болады. Книжный қылған кезде біздің жазуларымыз сыймай қалуы мүмкін. Сондықтан оған қорқатын ештеңесі жоқ. Оны біз тарту арқылы, әрлеу арқылы, әдемілеу арқылы біз өзгертіп отыруларымызға мүмкіндік болады. Келесі, енді қайттан бірінші бетшеге барайық. Біз мұнда диаграмма қоюымызға болады, звук қоюымызға болады. Звук қоятын болсақ, звук из файлов деген бар мысалға. Өзіңіздің керек өлеңдеріңізді таңдап отыруларыңызға болады. Музыка дейсіз, образцы музыканың ішінен мысалға бір жақсы өлең таңдап алып, открыть батырмасын басу арқылы слайдтар бір беттен екінші бетке, үшінші бетке, төртінші бетке өткен кезде өзгеріп отырады. Енді тағы біз слайдымызды қайттан бірінші бетке алып барып алайық. Сосын ориентациямызды альбомный қылып алайық, себебі деген біз бір бағытта жұмыс жасап жатырмыз ғой, альбомный қылып жасайық. Енді тағы қандай нәрселер болады? Бұларға дизайн ішінде анимация, показ слайд айттым сіздерге, вид. Бұның ішінде қандай нәрселері бар? Символ салу болады айтпақшы. Бұлардың ішіне символ салу үшін мынаның жоғарысында фильм, звук, соның қасында символ деген бір таңдап алайықшы. Фигуры, символ деппін ғой, фигура мысалға. Бұл фигураның өзі бірнеше әртүрлі әдемі нелерден көрініп тұрсыздар ғой да. Біз осының ішінен таңдап алайық, кітапша бетті таңдап алайық. Кітапша беттің көріп тұрсыздар ма? Жоғарысында тұр. Звезды лента деген. Осы звезды лентаны таңдап аламыз да, біздің өзіміздің экран бетімізге апарып қоямыз. Экран бетке апарғаннан кейін, міне, сіз бұны копировать етіп алуыңызға болады, дәл сондай вырезетіп алып, мысалға екінші бетшеге апарып қоюларыңызға болады. Біздер бұны заголовктың ішіне қойып жібердік. Сондықтан қайтып кері қоямыз. Көріп тұрмыз ғой да? Бұл тек қана сіздерге не үшін керек? Шығармашылық жұмыс жазуға болады. Бұның үстіне шертіп, мәтін терсеңіздер, көріп тұрсыздар ғой да? Автоматты түрде мәтін тере беруге мүмкіндік береді. Енді сіздерге мен басты бағытын, жаңағы жұмыс жасауын, яғни бетшені қалай таңдау керек екен, ставканың ішінен қалай баратынымызды, дизайнын қалай таңдаймыз, анимациясын қалай белгілейміз, жаңағы видтің ішінде қандай батырмалар бар екен, жаңа ориентациясын қалай өзгертуге болатынын сіздерге түсіндірген болатынмын. Енді осы бейнеролик бойынша сіздер үйден нақты жұмыс жасауға шақырамын. Сақтап қойайық жасалған жұмысымызды. Жақсы, сау болыңыз.